Өткен видео үзінділерде мен жаңа өсиетте Исаның айтқан сөздері мен жасаған істерінің шындық екендігіне маған сенімділік берген 4 пайымдау тізбегі туралы айтқан болатынмын. Біріншіден, олар өз көзімен көрген куәгерлер арқылы жазылған. Екіншіден, осы куәгерлер шындыққа қарсы шығушы куәгерлердің білімдерімен расталған. Үшіншіден, елшілер өз сенімдері үшін жандарын қиды. Көптеген адамдар өтірік үшін жандарын қиған ғой. Мұнда тұрған не бар деп біреулер айтуы мүмкін. Иә, бірақ та олар шындық үшін жанын қиып жатырмыз деп есептеген. Егер өлімнен қайта тірілу болмаған болса, онда елшілердің оны білмеуі мүмкін емес. Онда олар тек өтірік үшін ғана өліп қоймай, сонымен қатар өтірік үшін жандарын қиып жатқандарын білді. Енді пайымдаудың 4-ші тізбегіне өтеміз. 12 елші болды. Жоханнан және Яхудадан, оның орнын ауыстырды. Басқа 11-і. Мәсіх өлімнен тірілді деген сенімдер үшін жандарын қиып қуғын сүргінде өлді. Елшілердің істері кітабының 1-ші тарауы 1-3 аяттарында бұлай делінген. Мәсіх өлтіріліп қабірге қойылғаннан кейін өзінің шәкірттеріне келген. Мұнда бұлай деп жазылған: көптеген сенімді дәлелдер арқылы 40 күн бойы ол елшілеріне көрініп, 4 күн немесе 40 сағат емес, 40 күн бойы. Осы шындық па? Кейін келе елшілер Мәсіхтің өлімінен тірілгеніне деген сенімдер үшін қудаланды және азапталды. 12 кісінің 11-і өлім жазасына кесілді. Бірақ сіз Джош, ұлы идеялар үшін көптеген адамдар жандарын қиды деп айтарсыздар. Дұрыс. Ұлы идеялар үшін көптеген адамдар жандарын қиды. Сіздерге мұнан айтайын, көп адамдар нашар идеялар үшін жандарын қиды. Мен әлі сенбеуші кезімде осы нәрсе маған тыныштық бермейтін. Көптеген адамдар ұлы идеялар үшін жандарын қиғанымен келісем, алайда елшілердің ұлы идеясын айқышқа шегеледі. Сонда олар не үшін жандарын қиды? Көп адамдар осы жайлы ойланбайды. Мінеки, келесі видео үзінділерде мен сіздермен осы елшілер не үшін өз жандарын қиғаны туралы айтатын болам.